Сәлем достар, біз сіздермен кеңістіктегі бұрышты анықтау тарауырынан алған есептерді шығарудамыз. Бізге берілген альфа жазықтығы теңдеуі мен L түзуінің теңдеуі берілген. Осы екеуінің арасындағы бұрышты табуымыз керек. Ол үшін альфа жазықтығында x тең 4z плюс 10. Яғни бұл теңдеуді біз қарапайым жазықтықтың теңдеуіне айналдыратын болсақ, x минус 4z минус 10 тең болады 0-ге. Осы жазықтықтың теңдеуінен нормаль векторының координатасы абсцисасы 1-ге, ординатасы 0-ге, аппликатасы минус 4-ге тең. Ал екінші L түзуінің жазықтығына назар аударсақ, ол бізде екі жазықтықтың қиылысуында пайда болған түзудің теңдеуі. Олай болса, осы әр жазықтықтың жеке-жеке нормаль векторының координатасын алайық. L түзуінен, яғни n1 нормаль векторының координатасы абсцисасы 1-ге, ординатасы 1-ге, аппликатасы минус 1-ге тең. Ал екінші жазықтықтағы нормаль векторының координатасы абсцисасы 2-ге, ординатасы минус 1-ге, ал аппликатасы 1-ге тең. Енді осы екі нормаль векторлар арқылы біз P бағыттаушы векторының координатасын табамыз. Ол бізде нормаль векторлардың векторлық көбейтіндісіне тең. Енді бұны жүктейміз. И бірлік вектор бойынша JK. Бірінші жолға бірінші нормаль векторының координатасы 1, 1, минус 1, және 2, минус 1, 1-ге тең. Бірінші жол бірінші баған бойынша жақтайтын болсақ, 1, 0 болады, 0, I. Келесі, бірінші жол екінші баған таңбасы минус. Өзінің таңбасы минус. 1-ден азайтамын минус 2-ні, значит минус 3, G. Келесі, бірінші жол үшінші баған бойынша минус 1, азайтамын 2-ні, минус 3, яғни минус 3K. Сонда, осы жерде L түзуінің P бағыттаушы векторының координатасы табылады. Абсцисасы 0-ге, ординатасы минус 3-ге, аппликатасы минус 3-ге тең. Бізге табу керек осы альфа жазықтығы мен L түзуінің арасындағы бұрыш. Ал бұл дегеніміз осы жазықтықтағы нормаль вектор мен түзуге параллель бағыттаушы векторлар арасындағы бұрышты тапқанға тең. Енді бізге осы нормаль вектор мен P бағыттаушы векторының арасындағы бұрыштың косинус таппас бұрын, алдымен нормаль вектор мен P бағыттаушы векторлардың скаляр көбейтіндісін табайық. Бұл скаляр көбейтіндісі неге тең? 1-ді көбейтеміз 0-ге, қосамыз, минус 3-ті көбейтеміз 0-ге, және минус 3-ті минус 4-ге көбейтсек, минус 3-ті көбейтеміз минус 4-ге. Тең болады 12-ге. Енді бізге керек нормаль векторының ұзындығы. Ол бізде түбірасты 1-дің квадраты, қосылған 0-дің квадраты, қосылған минус 4-дің квадраты. Тең болады түбірасты 17-ге. Келесі, P бағыттаушы векторының ұзындығын табатын болсақ, ол бізде 0-дің квадраты, қосылған минус 3-дің квадраты, қосылған минус 3-дің квадраты. Сонда ол тең болады түбірасты 18-ге. Ал 18-ден бізде 3 түбірасты 2 мәні шығады. Енді орнына қойып мән жазатын болсақ, тең болады 12-ні бөлеміз 3 түбірасты 2 көбейтілген 17-ге. Сонда 3 пен 12-ні қысқарсақ, бізде қалады 4 бөлінген түбірасты 34. Ал бөлшектің бөліміндегі рационалдықтан құтылатын болсақ, ол бізде 4 түбірасты 34-тің 34-ке қатынасы. 34 пен 4-ті қысқартатын болсақ, мәні тең болады бізде 2 түбірасты 34-тің 17-ге қатынасына. Ал сіздер осы түзу мен жазықтықтың арасындағы бұрышының косинусының градустық мәнін табатын болсаңыздар, өздеріңіз қарастырып көріңіздер. Біз сіздермен қарастырдық түзу мен жазықтық арасындағы бұрышты табуды. Келесі кездескенше сау болыңдар.